Ғасырлардың жауыны мен дауылы астында ұзақ жылдар жатқан алтын көмбе іспетті ортағасырлық сарайшық ескерткішін қорғау, сақтау, насихаттау және осы мақсатта арнайы музей-қорық ашу бастамасын ең алғаш көтерген 1999-2000 жылдар аралығында Атырау облысының әкімі қызметін атқарған Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов болды. Ол сол кезде ортағасырлық сарайшық қаласына ерекше назар аударып, ескерткіштерде ғылыми туристік мақсатта дамуға күш салды. Оның бастамасымен сарайшық мемориалдық кешені құрылысын салу қолға алынды. Нәтижесінде мемориалдық кешені 1999 жылғы 3 қыркүйекте Қазақстан мұнайының 100 жылдық мерейтойы аясында Қазақстан Республикасы президентінің қатысуымен хан ордалы сарайшық ашылды. Кешеннің құрамында арнайы музей, мешіт және ел билеушілерге арналған хандар пантеоны ескерткіші болды. Кешеннің ашылуымен музей, мемориалды ескерткіш және ортағасырлық сарайшық қаласы орнындағы археологиялық нысандар туристік аймаққа айналды. Осы кезеңде Алтын ордалық сарайшықта кешенді зерттеулер басталды. Зайнолла Самашев арқылы белгілі археологтар тартылды. Республикалық ескерткішті қорғау, сақтау шаралары қолға алынды.